Айдананың қуыршағы 16 бөлім. Бір күні Айдананың әкесі інжу тасының тағы бір құпия сырын ашты. Ол тастың емдік қасиеті бар деп әлемге жар салды. Бас, жүйке ауруымен ауыратын адам інжу тасын тағып жүрсе, тез жазылып кетеді деді. Бұл ғылыми мәліметті естімей қалған кейбір әйелдер інжу тасын әлі тағып жүрсе, естіп алған қулар дереу шешіп тастады. Арасындағы сараңдары бұл жаңалық тарамай тұрғанда інжуді тез өткізіп жіберіп, қомақты ақша алып қалуға тырысты. Сылқымдар жиі бас қосатын бір орынға өзі жаңалық тыңдамайтын, болып жатқан жайттан бейхабар жүретін, тек беті мен киімінен басқаны әңгіме етпейтін бір сылқым орам-орам інжу тағып келді. Оны көрген өзге қыздар сылқ-сылқ күледі. Тіпті бірі жақын барып, «Досым, шынымен көмектесем екен?» деп сұрады. Замандасының сұрағына түсінбесе де, өзінің бар жағдайдан бейхабар жүретінін білдіргісі келмей, «Иә, шынымен де көмектеседі» деп майысты. Әлгі құрбысы ыршып түсті. Ал бұл өз-өзінен майысып, көзін әркімге бір төңкере қараймын деп тұрып, қасында тұрған қыздың ойын түсінбеген еді. Анау тез қоштасып кетіп қалды. Бұл сол майысып айналасын жасандылықпен жеркендіріп тұрды. Әлгі құрбысы аулақтау жерде жиналып алып, мына қыздың мойнындағы орам-орам інжуге сықылықтап күліп қарап тұрған қыздарға тез қосылып, шынымен көмектеседі деп айтты деп құрбыларын күлдірді. Осы кеште бұл бикеш шеттеп қалды. Оны ешкім биге шақырмады. Құрбылары жақындап келіп әңгімеде айтпады. Ештеңенің мәнісін түсінбеген ол, басым ауырып тұр деп хабарлап үйіне ерте қайтып кетті. Шығып бара жатып, соңынан қарқылдай күлген күлкіні есітті. Олар өзіне күлді ме, өздерінен өздері күлді ме, ол арасы бұған жұмбақ еді. Қабат-қабат моншақты қылғындыра таққан қыз кеткеннен кейін кеш қыза түсті. Әрине, орталарында жүйкесі ауыратын адам тұрса, кеш қалай көңілді болсын. Сылқым үйіне кіріп келе жатып қызметшісіне, «Басым ауырып тұр» деп қолындағы сөмкесін ұстата берді. Осыншама інжу бас ауруына көмектеспегені ме деп көзі бақырая қарады қызметші. «Не дейсің?» деп қайта сұрады сылқым. Қызметші інжудің қасиеті туралы теледидардан көрген зерттеу хабарын айтып берді. Сонда ғана ол көңілді кештегі көңілсіз оқиғаны есіне түсірді. Ол мойнындағы 3 орам қалың інжуді жұлып алды. Жібі үзіліп кеткен ақ інжу бөлменің ішінде әр қайсысы әр жаққа қарай домалап бара жатты. Жыламсырай басқышпен көтерілген қыз қолындағы інжу тасты шайқай шашып жоғарыға көтеріліп кетті. Аузын ашып қалған қызметші жерге тізесімен отыра қалып інжу теруге кірісті. Ол сол күні жинап алған 3 орам інжуді сылқым қыз сұрап қалар деп біраз күн сақтап жүрді. Бірақ қыз інжу тастарын қайта іздемеді. Сөйтіп миллиондаған қаржыға сатып алынған інжуге оңай ие болған қызметші жұмыстан өз еркімен шығып кетті. 16 бөлімнің соңы, жалғасы бар.